Алма раушангүл тұқымдасына жататын өте кең тараған жеміс. Ол туралы бүгінде талай аңыз тараса, ал ақын жазушыларымыз бұл жемісті өздерінің шығармаларына арқау еткен. Бізде бүгін бұл жеміс туралы бекер сөз қозғап отырған жоқпыз. Себебі бүгінгі Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайында ұйымдастырылып отырған көрме Алматы қаласының символына айналған алмаға арналып отыр. 1895 жылы Қазақстанға Воронеж губерниясынан жер аударылған Евгений Редько ең алғаш апорт алмасын көшетін Жетісу жеріне алып келді. Олар тез арада бой көтеріп, жеміс салды. Қаланың танылуына себепкер болған жеміске арналған бүгінгі көрме қонақтардың назарына тамаша бейнелі өнер туындыларын ұсынып қана қоймай, оңтүстік Астананың өткен тарихынан да сыр шертеді. Бұл көрмеде біздің музейдің қорынан және жеке коллекционер Нұрлан Смағұловтың қорындағы туындылар қойылған. Экспозицияға кескіндемелік, графикалық және мүсіндік шығармалар. Бұлардың барлығы біздің қордағы Қазақстан бейнелеу өнеріндегі осы алманы өзінің тақырыбына негіз етіп алған бұл жемістің ерекше формасын, түсін, немесе оның иісін, тіпті ғажайып дәмін сезіне отырып, суретшілер өздерінің шығармаларын түрлі тұрғыда қарастырып, соны талқылап өзінің туындыларына арқау еткен. Көрмедегі гүлдеген бақтардың асқан сұлулығы мен жиналған жемістің молдығын кескіндеген картиналар көз тартады. Әрбір туындыда авторлық қолтаңбаның өзіндік ерекшелігі байқалады. Осы алма жемісін мүсіншілер өзінің туындыларына ерекше бір деталь немесе элемент ретінде пайдаланып, өзіндік қырда шешеді. Бұл көрме жалпы біздің Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейі мен Алмалы Жұмақ атты қоғамдық қорының бірлесуінің нәтижесінде ұйымдастырылып отыр. Елу үздік туындыны келушілер назарына ұсынған көрме Алматы шаһарының 1000 жылдығына арналған. Алып қала тұрғындары мен қонақтарына осы ерекше туындылармен танысуға мүмкіндік туды. Аталмыш іс-шара маусым айының 30 жұлдызына дейін жалғасады.